Менде уақыт жоқ мүлдем. Иә, дұрыс естідің менде. Нанбайсың ба? Онда құлақ түр. Шынымен күнде сағат 13:30-да тұрам. Маубас болсаң уақыт қайдан болсын деуге асықпа. Қазір түсінесің уақыт неге жоқ екенін. Содан кешке дейін балдарға бас көз болам. Сағат 22:30-40-қа дейін. Одан кейін өлең күнделігінің тірігімен айналысымын сағат 00:00-ге дейін. Одан кейін сағат 2-ге дейін саясатты қарам ютубтан. Одан соң таңғы 4-ге дейін өлең жазам, өз ойларымды жазам. Ал одан кейін уағыз тыңдаймын, сабақтаным сүйіп таңғы 6-да бір жатамын. Солай ұйықтап жатып та ойланып жатамын, шыны керек жалпы менде мүлдем уақыт жоқ, ұйықтауға 4-5 сағатты әрең табам. Себебі менің мойнымда үлкен аманат бар, дарын деген. Ал ол енді кеміне 10 мамандықты қамтиды. Себебі мен бәрін сүйем. Өлеңді де, дінді де, отанды да, мына ғаламат тіршілікті де, бәрін сүйем. Сондықтан менде уақыт жоқ. Осылардың бәрін зерттеу, ой майданына салу, ақиқатын жазу, оны іштей талқыға салу, одан майын сығып қайта жазу, міне осылардың бәрі менің түнгі өмірімде. Жалпы 24 сағатта да менде бос уақыт жоқ. Құрығанда ғарышты ойлап зерттеп жүремін. Себебі жай көзбен қарау мына әлемге маған қылмыс. Абзал Батырханов, 14 қараша 2020 жыл 04:34